Пратна тұрмысқа шыққанда осындай кешкі шай ішуді сағынамыз ғой. Қойсаңшы енді, Пратна. Менің тұрмысқа шығып бақытты болғанымды қалайсыздар, білем. Бірақ мен тұрмысқа шықсам сіздерге кім қарайды? Міне, бүгін тағы да дәрі ішуді ұмытып кеттіңіз. Көңіліңе алма, білесің ғой, бұл тақырыпты қозғағанды ұнатпайтынын. Бұл Пратна. Өзгелердің қамын ойлап, өзін ұмытқан бой жеткен. Жаңа маусымның тұсау кесері, тағдыр жолы. 1 қыркүйектен бастап, Жібек жолы телеарнасында. Амар. Алло, Кангана. Мен өлем, Амар. Пратна, маған тұрмысқа шығуыңды өтінем. Асықпай бір жауабыңды берерсің. Бірақ ойлан. Алло, Джоди, үйіңде сұмдық жағдай болды. Пратна, біздің үйімізге полиция келді. Не? Тағдыр жолы. Бүгін Жібек жолы телеарнасында. Басшыларың қайда? Оған айтар әңгімем бар. Неге айғайлайсыз? Егер кешірім сұрамасаңыз, мандар енді мұнда жұмыс істемейді. Оның жігіт екеніне көзім жетеді. Не деп тұрсыздар? Мен оны тіптен танымаймын. Кангана 6 ай ішінде күйеуімен ажырасып, маған тұрмысқа шығатынын айтты. Амар, рахмет, көп рахмет. Тағдыр жолы. Бүгін Жібек жолы телеарнасында. Сырды сақтау мүмкін бе? Ниеті түзу адамдардың әрдайым жолы ашық болады. Мырза. Әй, ханым, сырыңызбен бөліссеңіз болғаны. Айтшы, тәтең достық жайлы не деуші еді? Ал достықтың махаббатқа ұласпасына кім кепіл? Тағдыр жолы. Бүгін Жібек жолы телеарнасында.